Қайырлы кеш, құрметті TikTok оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Қалай демалып жатсыздар? Демалыс қалай өтті? Дауыс естіліп тұр ма? Бейнем көрініп тұр ма? Дауысым естіліп тұрса, бейнем көрініп тұрса, маған кері байланыс жасап қойсаңыздар екен. Сіздердің алдарыңызда отырған 5 жылдық тәжірибесі бар психолог, психосоматолог, мак маманы, ментор Гүлзира Әлбай қызы. Бүгін біз сіздермен қандай тақырыпта әңгіме айтқанды қалайсыздар? Қандай тақырыпты қозғағанды қалайсыздар? Астына айтсаңыздар, жазсаңыздар болады. Кімде қандай сұрақтар бар? Денсаулық, қарым-қатынас, ақша саласы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Психосоматика бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Бар болса қойсаңыздар болады. Мен көптен бері TikTokқа эфирға кірмей кеттім, мүлдем қолым тимей кетті. Курс өткізем деп, ары бері жүрем деп. Сонымен сіздермен біраз болды кездеспегелі, жүздеспегелі. Қалдарыңыз қалай? Мені кім танып жатыр, танитындар 1 деген сан қойсыншы. Кім танымайды, 0 деген сан қойсын. Кім мені таниды 1 деген сан, кім мені танымайды 0 деген санды қойсаңыздар екен. Рахмет, от қойып жатсыздар, Алла разы болсын. Танитындар бар екен, Аллаға шүкір. Жалпы қалай ойлайсыздар? Осы адамдардың қарым-қатынасы не үшін бұзылады? Қалай ойлайсыздар? Рахмет, лайктарыңызға Алла разы болсын. Лайк қойып жатсыздар ғой. Рахмет. Қалай ойлайсыздар, адамның қарым-қатынасы не үшін бұзылады, неден бұзылады? Саламатсыз ба, Гүлмира ханым, қашан тұрмысқа Білмеймін сіздің қашан тұрмысқа шығатыныңызды. Мен балшы емеспін, мен психолог, психосоматолог маманымын. Денсаулық жағдайың қалай болады дейді. Сіздер мені емші деп ойлап жатсыздар ау дейме, орамал таққанға. Мен емші емеспін, мен психолог, психосоматолог маманымын. Жаңа басында таныстырып өттім өзімді. Баланасымын, Астанада тұрамын. Негізі әскери зейнеткермін. Осы психология, психосоматика саласында 5 жылдай жұмыс істеп жүрмін. Сондықтан осы бойынша сұрақ қойсаңыздар болады. Бір-бірінен көңілін қалдырады, ауыр сөйлеп, дұрыс айтасыз, карамелька. Аккаунтыңыз күшті екен, карамелька. Дұрыс айтасыз. Адамдар не үшін бір-біріне өкпелеп ренжиді, не үшін қарым-қатынасы бұзылады? Өйткені қасындағы адам өзінің ойындағыдай нәрсені жасамай қояды, өзінің қалауын жасамай қояды, шартын орындамай қояды. Сол кезде не істейді? Адамда өкпе реніш пайда болады. Ара-қатынас мезге байланысты өзгереді. Дұрыс айтасыз. Яғни адам шарт қояды, мысалы әйелі күйеуіне, күйеу әйеліне шарт қояды. Міне осындай жағдай жасауың керексің, жасап бер маған деген сияқты. Сосын қасындағы кісі қарсыласады, немесе бір-бірінің жаңағы ортақ неге келмей қалады, мәмілеге. Одан кейін өкпе-реніш басталады. Өкпе-реніш болғаннан кейін ара қатынас бұзылады. Ол күнде қайталана берсе, ұрыс жанжал үйде көбейе берсе, оның аяғы ажырасуға алып барады. Ал ажырасу ол өте сондай Алла сүймейтін іс. Сондықтан ол нәрсе өте нашар нәрсе. Негізі ерлі-зайыптылар ажырасқан кезде көбіне жапа шегетін ол балалар. Балалардың ешқандай ештеңе күнәсі жоқ, кінәлі емес олар. Бірақ қандай баладан сұрасаңыз да ата-анасының бірге болғанын қалап тұрады екен. Өйткені мен жаңа айтып отырмын, 5 жылда жұмыс істеп жүрмін деп, маған неше түрлі клиенттер келеді. Көбіне қарым-қатынасқа денсаулық бойынша келеді, сосын қарыз кредит мәселесі бойынша келеді. Сонда айтайын дегенім, көп жаңағы балалар өзінің ата-анасын бірге болған қалайды. Маған подросток балалар да келеді. Менің ең кіші клиентім 12 жасар, ең үлкен клиентім 65 жасар кісі болды, әйел болды. Сондықтан айтайын дегенім, осы подростктармен сөйлескен кезде олар ата-анасының бірге болған қалайды, өздерін іштей кінәлі сезінеді. Бұлар неге ажырасты, неге бұлай болды, менің кінәм емес па, мені жаңа асырай алмаймыз деп
осындай болды ма екен, менің қандай кінәм бар екен деген сияқты не істейді, өзін кінәлай бастайды. Сөйтіп балада детский травма басталады бала кезден бастап. Ол баланың жаңағы ата-анасы ажырасқан балалардың самооценкасы төмен болады, травмасы өте көп болады. Өйткені ол ылғи да өзін төмен санап жүреді, өзін сенімсіз сезінеді өзіне. Оны жаңағы балалар мектепте келеке жасауы мүмкін, сенің әкең жоқ немесе сенің анаң жоқ деген сияқты. Қазіргі балалардың барлығы байқап қарасаңыздар өте жаңағы тәкаппар болып өсіп жатыр ғой балалар. Тек қана өз айтқандарын істеу керек, өз айтқандарын істететін балалар, жаңағы ата-ананың көңіліне қарай бермейтін де балалар бар мысалға да. Сондықтан айтайын дегенім, бұл жерде жаңағы мектепте неде барған кезде сол балаларды көңіліне тиетін сөздерді айтып жүрегіне жарақат салуы мүмкін. Мен осы клиенттермен жұмыс істеу барысында осы үлкен кісілер болсын, әйел кісілер болсын, ер кісілер болсын сөйлескен кезде барлығының травмасы сол балалық шақтан басталған. Әке шешесінің қарым-қатынасынан басталған барлығы. Өйткені бала үйде бірінші кімді көреді? Ата-анасын көреді. Ұлым Асхат айырылысқан, жасы 49-да, қашан үйленеді айтыңызшы дейді. Галия ма? Гала. Мен балшы емеспін, тағы да айтамын, кешірім сұраймын. Бал ашу ол негізі харам нәрсе, Аллаға серік қосу. Сондықтан мен ондай нәрсемен айналыспаймын. Мен адамдардың жаны мен тәнін емдеймін. Психосоматика ауру бойынша адамдардың денсаулығына көмектесемін емдеуге. Мысалы, өздеріңіз қарасаңыздар, қазір аурудың өршіп тұрған кезі, неше түрлі диагноздар бар, неше түрлі аурулар бар, бірақ адамдар сол ауруды дәрімен, жаңа неше түрлі система қойып, укол қойып жазылмай жатқан кезде, диагнозы қоя алмай жатқан кезде, анализдері бәрі дұрыс немесе анализдері нашар болып диагноз қоя алмай жатса, онда оның психосоматикасымен жұмыс жасау керек. Құрметті оқырмандар, қазір білесіздер, психосоматика деген өте дамып жатыр. Қазақстанға енді келіп жатыр. Ол шетелде бұрыннан дамып қойған ғылым. Негізінде психосоматика жан мен тәнді зерттейтін ғылым, ал психосоматолог жан мен тәнді емдейтін маман. Сондықтан мен психосоматолог ретінде 1 жылдан асты, 2 жылға жуық адамдарды қабылдап жүрмін денсаулық бойынша. Менің практикамда өте көп нәтиже болып жатыр. Аллахтың қалауымен нәтижені беретін Алла, мен тек себепкермін. Менің немде жеке қабылдауымда цирроз печеньнен жазылған әйел бар. Тамағында зобынан кеткен әйелдер бар. Бел ауру, бүйрек ауру, бауыр аурулар жазылып жатыр. Және мынау жаңағы айтамыз ғой не деп, бас ауру, басым сақинасы бар деп айтатын кісілер бар ғой. Солардың негізі түпкі себебі бар. Ол жайдан жай болып жатқан жоқ, жайдан жай ауырып жатқан жоқ. Адам бір күн ішінде ауыра салмайды, өздеріңіз білесіздер. Ауырады адам қай кезде? Өмірде мақсат болмағанда, мақсатсыз өмір сүрген кезде. Одан кейін жаңағы сезімдерді тұншықтырған кезде, мына өкпереніш, солар бар ғой, обида деген сияқты. Соның бәрін іште тұншықтыра берген кезде сезім эмоцияны адам ауырады. Одан кейін Алланың заңдылықтарына қарсы келген кезде адам ауырады. Алланың заңдылығына қалай қарсы келеміз? Біреудің ақысына кіреміз, өзіміздің ақымызға кіреміз, немесе Алланың ақысына кіріп харам нәрселерді жасаймыз. Сол кезде не істейді? Алла тағала бізді тәрбиелеу мақсатында бізге сынақ береді, сынақты ауру арқылы береді. Курс бағасы қанша дейді? Жеке қабылдауға келсеңіз, онлайн 1,5 сағат жұмыс жасаймыз. Ол 25 мың теңге, онлайн, офлайн 30 мың теңге. Зато сіз кейде 2 сағатқа созылады, кез келген сұраққа жауап алып кетесіз. Психосоматолог деген психологтың 10 сеансын бірақ сеанста шешеді. Аллахтың қалауымен. Психосоматологтың ерекшелігі психологтар солай. Мысалы, сіз психологқа көп рет барып жүрсеңіз, 5 рет, 6 рет, 7 рет, ал сіз психосоматологқа келген кезде бір-ақ рет келесіз да, бір-ақ рет төлейсіз да, қаншама сұраққа жауап алып кетесіздер. Сондықтан психосоматологтың ерекшелігі сол. Жаңа айтайын дегенім, жаңа айтып жатырмын ғой, заңдылыққа, Алланың заңдылығына қарсы жүреміз деп, жаңағы біреуге уәде береміз, уәдемізде тұрмаймыз, өзімізге уәде береміз, тұрмаймыз, Аллахтың алдында уәде беретін адамдар бар, мысалы, енді ұрлық жасамаймын, енді арақ ішпеймін, енді зина жасамаймын, енді темекі шекпеймін деген сияқты. Сосын кейін уәде береді да, уәдесінде тұрмайды.
Одан кейін не істейді? Алла тағала ондай адамдарға жаңағыдай ауру арқылы сынақ береді. Негізі біз ауруды жаман деп ойлаймыз, бірақ та ауру негізінде былай саналы көзқараспен қарасақ, ол жаман нәрсе емес, ол бізді тәрбиелеуге келген сынақ. Яғни бізді көркем мінезді болуға, қандай да бір мінезімізді дұрыстауға, қандай да бір өзіміздің оқиғаға көзқарасымызды өзгертуге арналған ол бізге сынақ. Қыздар, жігіттер. Сондықтан сынақ деген бізге жайдан жай келмейді, өздеріңіз білесіздер, иә. Сынақты көтере алатын адамға Алла береді деп айтады, иә. Сондықтан сіздерге өмірлеріңізде денсаулық, қарым-қатынас, ақша бойынша сынақ болып жатса, онда сіздерге қандай да бір мінезіңізді немесе қандай да бір әрекетіңізді жөнде деген Алладан келген сигнал, Алладан келген белгі. Сондықтан Алла берсе көтересіз. Мен балшы емеспін, тағы да айтам, Динара ханым. Алла берсе көтересіз. Алладан дұға сұраңыз, Алладан бала сұраңыз. Баланы беретін бізге Алла, бүкіл нәрсені бізге беретін Алла, құрметті ханымдар, мырзалар. Неге сіздер менен адамдардан сұрайсыздар? Балшыға барып неге сұрайсыздар? Балшы Құдай ма не? Балшы Құдай емес қой. Құдайдың айтқаны болады. Алланың дегені, адамның дегені болмайды, Алланың дегені болады дейді. Иә, сол үшін біздің жоспарымыз басқа болады, бізге Алланың жоспары басқа болады. Оны өйтіп керек емес. Неврологиялық аурудың түп санасы қандай екен дейді. Шолпан ханым, неврологиялық аурулардың барлығы сіз қандай да бір адамды қабылдамай жүрсіз, немесе қандай да бір оқиғаны қабылдамай жүрсіз. Сондықтан сізде сондай аурулар болуы мүмкін. Мүмкін сіз тез ашулана беретін шығарсыз. Или іштей өзіңізді жей беретін шығарсыз, уайымдай беретін шығарсыз. Әртүрлі себептер бар. Оны сізбен жеке жұмыс жасау барысында анықтауға болады. Әр аурудың өзінің түпкі себебі болады. Сол түпкі себебіне тауып барып тамырын жұлған кезде, яғни түпсанамен жұмыс жасаймыз, сол подсознаниемен. Сол кезде не істейді? Клиент ауруынан Аллахтың қалауымен жазылады. Өйткені бізде дәрігерлер не істейді? Дәрігерлер тек қана назначение береді да, сол нәрсемен емдейді. Ол көмектеседі, медицина көмектеседі, ол уақытша көмектеседі. Ал одан кейін біраз уақыт өткеннен кейін сіз қайтадан, мысалы, мүмкін ауруыңыз қайталануы мүмкін, иә. Егер бір нәрсе қайта-қайта ауру қайталана берсе, жазылмайды, онда оның психосоматикасымен жұмыс жасау керек. Ата-ананың ажырасуы мүмкін бе? Ата-ана ажырасады, қай кезде ажырасады? Бағана басында айтып өттім, иә. Егер екеуі бір-бірінің минустарын ғана көре берсе, бір-біріне шарт қоя берсе, бір-біріне махаббат мейірімді бермесе, бір-бірін мүлдем түсінбесе, характерлері сәйкес келмесе, бір-бірін жазалай берсе, онда сыйластық мүлдем болмаса, онда ажырасу мүмкін, иә. Бірақ та ажыраспаудың амалын жасау керек, иә. Ол үшін не істеу керек? Психологқа бару керек. Ерлі-зайыптылар. Мен ерлі-зайыптыларды қабылдап жүрмін, қабылдадым да 6 отбасын Аллахтың қалауымен ажырасудан сақтап қалдым. Оны Алла сақтады, мені себепкер етті, иә. Сондықтан психологқа, психосоматологқа барып жұмыс жасау керек. Оның ұялатын түгі жоқ, құрметті оқырмандар. Қазір 21 ғасыр жаңа инфобизнестің, ақпараттың заманы, барлық қазір ғылым білімнің заманы ағып тұр. Қандай білім алам десеңіз де дайын тұр. Сондықтан ұялмай психологқа бару керек. Психологқа психтар барады деген бір теріс бір түсінік бар. Психтар психиатрға барады, психотерапевтқа барады. Ал психологқа адам жай саналы адамдар келеді. Өзінің өмірін дұрыстау үшін, өзін емдеу үшін, өзімен бетпе-бет кездесу үшін келеді. Сондықтан психолог пен психосоматологты шатыстырмаңыздар. Шатыстыруға болмайды, иә. Қабылдағаннан болып тұр ма дейді. Иә. Бір-бірін қабылдамайды да, мысалы, біз шарт қоямыз. Адамдардың бәрі шарт қояды, мысалы, сен бүйтпейсің, сөйтпейсің, бүйту керексің, сөйту керексің деген сияқты. Ал біз шарт қоя алатын кімбіз? Біз Алламыз ба? Құлмыз ба? Айтыңыздаршы, біз кімбіз? Біз Алланың құлымыз, иә, осы жер бетіне жаратқан. Енді біз құл халіне жүрсек, онда бізде бәрі жақсы болады. Ал егер жаңағыдай кіші құдайға айналып кетсек, мен бәрін шешемін, менің айтқаным болады, мен айтқанмен жүріп тұрасыңдар деп тәкаппар болып кетсек, онда әрине сынақ басталады. Өйткені айтып отырмын ғой, адамдар бір оқиғаны, бір адамды қабылдамаған кезде, шарт қоя берген кезде, тәкаппар болып кеткен кезде, тәубесіне келтіру үшін Алла тағала оған не береді? Сынақ береді. Сынақ бергеннен кейін есін жияды адам.
қиналғаннан кейін мен нені дұрыс жасай алмай жатыр екенмін деген сияқты ойлар келеді адамға. Сондықтан ол нәрсе ойланатын нәрсе. Сіздерде бір проблема болса, сол проблеманы Алла тағала бізге шешу үшін береді. Жылап сықтап жүру үшін емес, шешу үшін береді. Анау не бар ғой, шаншарда шешу үшін жүріп қой осы деп айтатын. Сондықтан әр мәселенің шешуі бар, шешімі бар, түпкі себебі бар. Сонымен жұмыс жасаған кезде Аллахтың қалауымен барлығы реттеледі, қыздар, ханымдар. Сондықтан сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Денсаулық, қарым-қатынас, ақша саласы бойынша сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Менің тиктокта жоғарыда профильда шапкада не тұр? Сілтеме тұр. YouTube, Instagram каналдарым сілтемесі тұр. Соған тіркеліп қойыңыздар, мені қолдап қойыңыздар. Кім маған не подписаны жазылмаған, сол жазылып тіркеліп қойсаңыздар. Менде өте тегін ақпарат толып тұр. Инстаграмда, ютубта толып тұр. Тегін қарап аласыздар. Психосоматика бойынша, денсаулық бойынша, қарым-қатынас бойынша, қарыз кредит бойынша, даже дұғаға дейін салып қойғам. Қарыз кредитті оңай жеңіл қайтаратын дұғалар бар. Ол өзіме көмектескен. Оны да салып қойғам. Сондықтан қарап көріңіздер. Даже осы тиктокқа да салып қойған болуым керек. Шешілмейтін сынақ берсе қайтесің емес, қайтесіз деп сұрақ қойыңыз. Сіз деп сөйлеңіз. Танымайтын адамға. Шешілмейтін сынақ болмайды. Барлық сынақтың жауабы бар. Барлық сынақтың шешімі бар. Оны сіз солай ойлап жатсыз да, шешілмейтін шығар деп өзіңіз ойлайсыз. Сөйтіп ойласаңыз, әлбетте солай болады. Сіз қалай ойлайсыз, солай болады. Шешіледі десеңіз шешіледі, шешілмейді десеңіз шешілмейді. Сіз подсознаниеға не сигнал бересіз, қандай белгі ойды жібересіз, сол сіздің өміріңізде болады, орындалады. Сіздің неңіз аккаунтыңызда өте аты жаман екен, аузубилях деген нәрсені алып тастаңыз, өтініш сізге. Оданша жақсы нәрсе жазып қойыңыз. Өзіңіздің суретіңізді қойып қойыңыз, атыңызды әдемілеп тұрып жазып қойыңыз. Анандай нәрселерден аулақ болсаңызшы, өзіңізге өзіңіз қазір орғазып жатсыз ғой. Өзіңізге өзіңіз орғазып жатсыз қазір. Жаман ой шайтандан келеді, жақсы ой Алладан келеді деген сөз бар, құрметті оқырмандар. Сондықтан жақсы нәрсе айтамыз, жақсы нәрсе сөйлейміз. Менің оқырмандарым позитивный болған жақсы көрем, білімді болған жақсы көрем. Ол Алланың қолында. Алла сізге сынақты беріп тұрған Алла, яғни сізге Алла тағала қандай да бір мінезіңізді дұрыста деп тұр. Қандай да бір ситуацияны дұрыс қабылда деп тұр сізге. Сіз соны түсінуіңіз керек. Мен психолог, психосоматолог, мак маманымын. Алланың қолында әрине бәрі. Мен сіздерге астафиралла Алламын деп отқан жоқпын, Алла сақтасын. Алла өзі біреу-ақ жалғыз, Алла ол өте ұлық, әділетті, аса қамқор, ерекше мейірімді. Сондықтан мен себепкермін деп айтып отырмын бағанадан бері. Мен себепкермін, бәрін реттейтін, шешетін ол Алла. Сіз Алланың бар екеніне сенсеңіз, онда сынақтың бар екеніне де, сынақтың шешілетін жолын көрсететін де Алла екенін біліп алыңыз. Паника атакадан, жаман ойдан қалай құтыламыз? Айка, менің жекеме хабарласыңыз. Ондай менде неде болған практикада. Бір қабылдаудан кейін біреу жақсы болып кетті, екі қабылдаудан жақсы болып кетті. Сондықтан оған жұмыс жасауға болады. 8701-618-07-19 телефонына хабарласыңыз. Жеке жұмыс жасаймыз. Мына жерде тиктокта менде профиль шапкада телефон нөмірім тұр. Инстаграмға прямой кіре аласыздар, сілтемесі тұр. Ютубтың сілтемесі тұр, соған жазылып қойыңыздар. Сол жерге кірген кезде маған прямой неге шығасыздар? Инстаграм дайректке шығасыздар. WhatsAppқа дайректке жазсаңыздар болады. Телефон жазылып тұр жоғарыда. Айка ханым. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар, қойсаңыздар болады. Жаңағы мырза, сіз сұрағыңызға жауап алдыңыз ба? Сұрағыңызға жауап алдыңыз деп ойлаймын, өйткені барлық нәрсені реттейтін Алла тағала, жаратушы бізді Алла тағала. Сондықтан біз жаратушымыздың парыз еткен нәрселерін жасамай, харам еткен нәрселерін жасап жүрсек, онда оған өзіміз кінәліміз. Онда оған өзіміз кінәліміз. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен деген хадис бар. Қандай да бір пенде адам өзінің ойын өзгертпейінше, мен оның өмірін, жағдайын өзгертпеймін деді. Яғни барлық нәрсе біздің өзімізге байланысты, барлық нәрсе біздің ойымызға байланысты. Сондықтан
Ойларыңызға абай болыңыздар. Айка ханым, нәтижені Алла береді. Мен тек себепкермін. Біз әрекет етуіміз керек. Әрекетке Алла берекет береді. Айда кете ма, 2-ақ күнде кете ма, 1 аптада кете ма, ол сіздің травмаңызға байланысты. Сонымен жұмыс жасаймыз, сонда белгілі болады. Жақсы ма? Сіздерде мынандай бір түсінік бар, мысалы, дәрігерге барып 1 рет барсам, мен сразу жазылып кетем. Дәрігер мені жазу керек. Егер психологқа барсам, мен 1 барсам, бәрі күшті болып кетеді. Сіз жылдар бойы жинаған ауру, жылдар бойы жинаған өкпе-реніш бір нәрседен кете салады дегенге адам сене ма? Логикамен ойлап қараңызшы. Ол деген Алла шипа береді, Алла реттейді. Бірақ жұмыс жасап әрекет ету керек. Түпкі себебін табу керек. Сол кезде кетеді. Нәтижені менен күтпеңіз, нәтижені Алла береді. Тек әрекет етіп, мен сізге себепкер болып жолдарын көрсетемін, травмамен жұмыс жасаймын. Одан кейін барып жазылуыңыз әбден мүмкін. Шешілмейтін сынақтың түрі көп қой. Сіз именно қандай сынақты шеше алмай жүрсіз, айтыңызшы. Сіздің басыңызға қандай шешілмейтін сынақ келіп жатыр, айтыңызшы. Осы жерде бөлісе аласыз ба сол ойыңызбен? Қандай нәрсені шеше алмай жатсыз? Барлық нәрсе Аллахтың қалауымен шешіледі. Барлық нәрсе шешіледі. Рак кеселі. Рактан жазылып атқандар өте көп. Өте көп рактан жазылып атқан. Егер рактың бастапқы стадиясында дәл кезінде ертерек уақытта барып емделсе дәрігерге, еще психосоматикасымен емдесе, Аллахтың қалауымен жазылып атқан адамдар өте көп. Ал егер 4-ші стадияға кетіп қалса, онда оны бір Алла біледі. Алла негізі өмірді беретін де Алла, өмірді алатын да Алла ғой. Сондықтан егер ол адам сол ауруға берілмесе, мен осы аурудан жазыламын қайтсем де, менің осы ауру маған сынақ болып келді, мен осы сабағын алдым, мен жазыламын деп ауруға берілмесе, Аллаға 100% сенсе, жазылатынына сенсе, Аллаға сенсе, рактан жазылып атқандар өте көп. Өтірік емес, өтірік ол сіздің ойыңыз. Менің практикамда бар 2-ші стадиядан жазылғандар. Және менің ұстазымда да бар жазылған адамдар. Сондықтан сіз оны қателеспеңіз олай. Біреу үшін, бәрі үшін шешім қабылдап үйренбеңіз. Шешім шығарып үйренбеңіз. Сіз мысалы, ертең мен ауырып қаламау, осы мұрным бітіп тұр, ертең осы дала суық екен, мен ауырып қаламау, сквозняктың астында отыр едім, что-то ауырып қаламау деп ойладыңыз ба? Сіз ауырып қаласыз. Неге? Өйткені сіз өзіңіз подсознанияға сигнал беріп отырсыз, белгі жіберіп жатсыз. Сіздің подсознанияңыз ойлайды, қожайын ауырғысы келіп тұр дейді, сізді тым ауыратқызып ауыртып қояды. Сондықтан ол сіздің ойыңызға байланысты. Барлық нәрсе біздің ойымызға 100% байланысты. Бірінші біздің ойымызға келеді. Қандай нәрсе болса да, жаман нәрсе, жақсы нәрсе бәрі ойға келеді. Сосын сол сіздің бірте-бірте әсте өміріңізге келеді. Неге? Өйткені сіз мына жаққа ненің дәнегін егіп жатсыз, соны сіз өмірде орып аласыз. Не егесің, соны орасың деп айтады, Мына жаққа қандай дәнекті егіп жатсыз? Жақсы нәрсе ма, негатив нәрсе ма, позитив нәрсе ма, нені егіп жатсыз? Соның жемісін аласыз. Ол 100%. Соның жемісін аласыз. Мен барлығын емдеп жазамын деп айтып жатқан жоқпын сізге. Барлығын емдеп жазамын деп айтып жатқан жоқпын. Мен сізге айттым, 4-ші стадия болса, көмектесе алмаймыз. Аллахтың қолында болады деп айтып отырмын. Түсіндіңіз ба? Танымайтын адамға сыпайы тұруда сөйлеңіз керек қой сіздің. Докторлардың қолынан келмейді деп 4-ші стадияда айтады, 4-ші стадияда айтады. Енді Аллахқа сеніңдер, Аллахтан жәрдем сұраңдар, біздің қолымыздан ештеңе келмейді, үйлеріңе алып кетіңдер деп айтады. Менің атам, қайынатам рактан қайтыс болған. Сол кезде 4-ші стадия болғанда барып білдік біз. Сол кезде солай айтып, үйге жіберген, химияны береді да, одан кейін уже жаңағы шыдай алмаса, үйге жібере салады. Одан кейін ары қарай уже Аллахтың қалауы болады, Аллахтың дегені болады. Дұрыс айтасыз, оның түрі көп. Рактың түрі өте көп. Әртүрлі органнан болады ол. Әртүрлі органға келеді, Асқазан дейді, айта берсек өте таусылмайды ол. Бүйректе де болады, бауырда да болады, асқазанда да болады, женскийде да болады, бүкіл жерде болады екен ол. Жаңағы тамақта да болады, мұрында да болады, Алла сақтасын, бет аулақ, астафиралла. Ол негізі білесіз ба,
рактың психосоматикасы жылдар бойы өкпе ренішті іште сақтау, кекті сақтау. Жылдар бойы кекті сақтап жүреді, ашуланып, ешкімге айтпайды, ішінде сақтай береді, тына береді, ешкімге ашылып ештеңе айтпайды. Одан кейін жылдар бойы сақтай бергеннен кейін оның ішкі организміне, тәніне зақым келеді, зиян келеді. Адам жан мен тәннен, рухтан тұрады ғой, енді өздеріңіз білетін шығарсыздар, жаннан, тәннен, рухтан тұрады. Енді осы үшеуі баланста болмаса, әрине адам ауырады. Өйткені жанын тыңдамағаннан кейін ол тәнге өтеді да, тәнге өткеннен кейін ол уже рухы әлсірей бастайды, оның ауруға беріле бастайды. Өлем ғой енді, өлетін болдым ғой, не істеймін деген сияқты безвыходный положениеде болады, безвыходный ситуацияда болады, оқиғада. Ол кезде әрине тек қана жаңағы Алла шешеді, Алланың қолында. Мен тағы да айтамын, бәрін Алла реттейді, Алла емдейді, Алла шешеді, мен тек себепкермін. Жекеге жазыңызшы, сіз TikTok аккаунтпен отырған. Жекеге жазыңызшы, сіздің сынағыңыз қандай екен, қандай мәселе екен көріп, жеке жұмыс жасау керек. Мына неге TikToктың басында тұр ғой, шапкада телефон нөмірі, соған хабарласыңыз. 8701 618 07 19 жазып алыңыздар, сөйтіп хабарлассаңыздар болады. Мен басында тегін консультация берем, 10 минут, 15 минут тегін консультация берем, ары қарай уже ақылы болады. Өйткені оған менің уақытым кетеді, энергиям кетеді, білімім кетеді. Ол адамды емдегенде менде де энергия кетеді, шаршаймын. Сондықтан түсініңіздер, әр нәрсенің ақысы бар, хақысы бар, иә. Жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар WhatsApp-қа. Мен шамам келгенше уақыт тауып жауап беремін. Жақсы ма? 10 минут тегін консультация беріледі. 10 минутта, 15 минутта біраз нәрсені айтып шешуге болады, проблема неден екен. Мені көріп бере аласыз ба? Әсел ханым, мен көріпкел емеспін, мен балшы емеспін, мен психолог, психосоматолог маманымын. Адамның жанын, тәнін емдейтін маманмын, сондықтан қателеспеңіздер, иә. Мен балшы емеспін. Қандай сұрақтарыңыз бар, қандай сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Ештеңе етпейді, Алла разы болсын. Кешірім сұрап жатырсыз ба? Ештеңе етпейді, Алла разы болсын. Кез келген нәрсенің өзінің түпкі себебі бар, иә. Жайдан жай бұл нәрседе, бұл өмірде ештеңе болмайды. Құдай қаламаса қурай да сынбайды, Құдай қаламаса қар да жаумайды деп айтамыз ғой, иә. Сондықтан бұл өмірде ештеңе де жайдан жай болмайды. Барлығы белгілі бір себеппен болып жатыр. Дұрыс қой, иә, келісесіздер ғой. Барлығының себебі бар, шешімі бар, Аллахтың қалауымен. Алла қаласа шешілмейтін нәрсе жоқ. Алла адамды өлтіреді, өлген адам тірілтіп алады. Алланың қолында бәрі. Мысалы, біз ұйықтаймыз, ұйықтаған кезде ертесіне оянбай кетуіміз әбден мүмкін ғой, иә. Біз оны білмейміз, біз гарантия бере алмаймыз, ертең мен 100% оянам деп. Аллахтың қолында ол. Сап-сау адамдарда ертесі күні оянбай кетіп жатқандар өте көп қой. Сондықтан тек қана ракпен ауырғандар ғана өледі деген нәрсе жоқ бұл жерде. Алла өзі ажал келген күні бір күні алады да кетеді. Сау адамдардың өзі тұрмай кетіп жатқандар өте көп қазіргі заманда. Сондықтан біз жатқан кезде Алла бізді кіші өлімге апарады ғой. Сосын таңертең оянамыз, қайттан тірілтіп алады. Оның барлығын істеп тұрған Алла тағала. Сондықтан Алланың құдіреті өте күшті, Алла өте ұлық. Оған күмән келтірмеңіздер. Барлық нәрсе Аллахтың қалауымен болады. Жақсы ма? Осыған сеніңіздер. Егер бағанағы ракпен ауырып жатқан адамдар, Алла, мен саған сенемін, мен өзіме сенемін, менің денсаулығым мықты болатынына, жазылып кететініне сенемін деп сенім білдірдіңіз ба? Әлбетте жазылуыңыз мүмкін. Өйткені Алла тағала өзінің сүйген құлдарын жақсы көреді, бәрін ерекше махаббатпен жаратқан, және ауру кезде шипа беретін Алла тағала өзінің шипасын береді. Дұрыс па? Түсіндіңіздер ғой, ойымды айтып жатқан сіздерге. Сондықтан құрметті ханымдар, мырзалар, менің TikTok парақшама, YouTube парақшама, Instagram парақшама жазылып қойыңыздар. Мына жазылып жатқандарды көріп жатырмын. Алла разы болсын. Алмагүл ханым лайк қойып жатыр, жазылып жатыр. Нұршат ханым подписчик болып жатыр. Рахмет, Алла нұр жаусын. Сұрақтарыңыз болса WhatsApp-қа жазып қойсаңыздар болады. Мен тегін 15 минут, 10 минут сіздерге консультация бере аламын. Ары қарай енді ақылы болады, ренжімеңіздер. Өйткені менің де уақытым, энергиям, білімім кетеді. Жақсы ма?
807-618-07-19 телефонына хабарласып, менторлықты да, жеке қабылдауды да, курс туралы да ақпарат ала аласыздар. Қазіргі таңда психосоматолог курсын үйретіп жатырмын, оқытып жатырмын 2 ай. Менторлық деген ол сізбен 1 ай сізбен ғана жұмыс жасаймын. Сіздің запросыңыз ғана бойынша жұмыс жасаймын. Ол бойынша да келе аласыздар. Жеке қабылдауға 1-ақ рет келе аласыздар, ақша төлеп, 1-ақ рет болғанда 1 рет келесіздер, қаншама сұрақтың жауабын алып кетесіздер. Ол 1,5 сағат, 2 сағатқа созылуы мүмкін. Айтып отырмын ғой, 5 жылдық тәжірибемде менің қабылдауыма келіп, сіздің сеансыңыз ұнаған жоқ, мен сұрағыма жауап алған жоқпын деп айтқан клиент болған жоқ. Альхамдулилля деп айтайын, Аллаға шүкір, ондай клиент болған жоқ. Маған 65-тегі апалар келеді, және 12 жасар бала келеді, подростық балалар. 12 жастардан бастап ер адамдарды, әйел адамдарды қабылдап жүрмін. Офиста қабылдаймын, егер Астанада тұратын болсаңыздар. Мен Астанада тұрам. Астанада тұрсаңыздар, офлайн қабылдауға болады, кездесіп жүзбе-жүз. Егер басқа қаладан болсаңыздар, онлайн қабылдаймын. Осылай WhatsApp-пен, видеозвонокпен бір-бірімізді көріп отырып өткіземіз. Оның ешқандай да қиындығы жоқ. Тек қана интернет ұстайтын жерде өзіңіз оңаша отырсаңыз болғаны. Менде клиенттердің көбісі онлайн, офлайн клиенттер аз, өйткені Астанада енді білмей, мені көбісі біле бермей ма, Инстаграмнан маған келеді көбісі, жаңа ютубтан келеді, тиктоктан келеді, сол сияқты онлайн клиенттер менде өте көп. Менің парақшама кіріп, отзывты қарасаңыздар болады. Пікірлер деген түр актуальныйда, неде, Инстаграмда. Тиктокқа көп салмаймын, ютубқа да көп салып жүрген жоқпын. Инстаграмда бар, актуальныйда дөңгелекшелер тұр, пікірлер дегенді басып қарасаңыздар болады кіріп. Ішінде барлығы шынайы. Жақсы ма? Алмагүл ханым, рахмет, лайкты аямай қойып жатсыз, жүрегіңізді Алла тағала сізге сол ниетіңізге, жүрегіңізге ризығы мол қылып беріп қойсын. Әмин. Солай, құрметті хандар, мырзалар, бүгін уақыт тауып сіздерге кірейін деп шештім. Бұл да Аллахтың қалауы, бұл ойды да Алла маған салып тұр ғой. Барлық нәрсені бізге ойды да Алла салады. Біз ойлаймыз, мен өзім ойладым, өзім идея таптым деп. Ол идея, ойдың бәрін бізге салып тұрған Алла тағала негізінде. Сондықтан барлығы бұл өмірде Алланың қалауымен болады. Мен өзіме көп алмаймын, астағфиралла, бәрін Алла реттеп жатыр. Мен тек себепкер құлмын. Сондықтан келіңіздер, жеке қабылдауға, курсқа келіңіздер, менторлыққа келіңіздер, сұрақтарыңызды қойыңыздар, осылай қолдап отырыңыздар, комментарий, позитивный, жақсы комментарий жазып отырыңыздар. Сол кезде ол сіздерге қайтады Аллахтан. Бұл да садақаның бір түрі. Жылы-жылы сөйлесең, жылан не шығады дейді. Қандай да бір адамға жылы сөз айтып қуантсаңыз, Аллах сізді қуантады. Бір адамды жылатсаңыз, ренжітсеңіз, Алла да сізді жылатады бір күні. Өйткені бұл өмірде бәрі қайтып келеді. Жизнь бумеранг деп жақсы айтасыздар ғой, сондайды, жизнь бумеранг деген нәрсені. Өмір деген бумеранг, айналып қайтып келеді. Және сондай бір не бар, Құранда да жазылған, қандай да бір пенде біреуге жамандық жасаса жамандығын, жақсылық жасаса жақсылығын басынан өткізбейінше о дүниеге кетпейді деген. Яғни осы дүниеде Алла тағала өте әділ, ақысын да хақысын да алып береді. Сондықтан оған қам жемеңіздер. Біреуге жақсылық жасасам қайтпай қалады, или біреуге жамандық жасай салам, мен ештеңем кетпейді, ештеңе болмайды деп ойлап қалмаңыздар. Жақсылық жасасаңыздар, жақсылығыңыз қайтып келеді, жамандық жасасаңыздар, ол да қайтып келеді. Оған сенімді бола беріңіздер. Сондықтан менің каналымда, тікелей эфирімда жақсы адамдардың отқанын қалаймын. Сіздердің жақсы адамдар екендеріңізге сенемін. Сіздерді жақсы көремін. Сіздерге бақыт, байлық, береке тілеймін. Бүгін уақыт бөліп, менің 11 адам ба, қанша адам отыр, кіріп мені тыңдап отырсыздар, қолдап отырсыздар. Алла разы болсын, Алла нұры жаусын деймін. Сұрақ жоқ сияқты, сұрақ жоқ болса мен эфирді аяқтаймын. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Бар ма сұрақтарыңыз? Сұрақтарыңыз жоқ болса мен эфирді аяқтаймын. Әмин, әмин дейді Алмагүл ханым. Алла разы болсын. Осылай тікелей эфирға кіріп тұрайын ба? Сіздерге ұнап жатыр ма? Пайдалы болды ма? Кішкене болса да қалай ойлайсыздар? Жазып кетіңіздерші пікірлеріңізді сообщениеға. Бүгінгі эфир пайдалы болды ма? Болса болды деп, болмаса болған жоқ деп шынайы жаза беріңіздер. Ешқандай да өкпе-ренішім жоқ. Шынайы болған жақсы көремін. Өтірік айтып керек емес,
пайдалы болды, болмаса болмады деп жазсаңыздар, сіздерден де кері байланыс алған маған ұнайды. Жақсы дейді, рахмет Алмагүл ханым. Қысқа нұсқа біраз ойларды айтып өттім, біраз тақырыптарды шалып өттім. Сондықтан не істемеңіздер, ренжімеңіздер, сұрақтарыңызға жауап бердім, сұрақ қойғандарға. Өздеріңіз сұрақ қоймай жатсыздар, қойсаңыздар мен жауап беремін. Рахмет, Мадина ханым, лайк қойып жатсыз. Алла разы болсын қолдауларыңызға. Қазір сағат, айтпақшы, сағат 10:30-да инстаграмға кіріңіздерші менің парақшама. Бүгін тікелей эфир өтемін. Менің әріптесім психолог, психосоматолог, коуч, мотиватор мен Әлия Іңкәр деген кісімен тікелей эфир өтеміз. Келін мен ене тақырыбында. Біздегі қазіргі қазақтардың несінде өте өзекті мәселе осы келін мен ене деген бітпейтін жыр, сол туралы біз сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз және өзіміздің тәжірибемізбен бөлісетін боламыз. Сондықтан мен сіздерді, құрметті ханымдар, мырзалар, инстаграмда 22:30-да Астана уақытымен күтемін сіздерді. Кіріңіздер, мына тиктоктың жоғарысында сілтеме тұр, неге? Инстаграмға шығатын сілтеме тұр, ютубтың да сілтемесі тұр. Соған кіріп, тіркеліп қойыңыздар. Инстаграмда қолдап қойыңыздар. Сұрақтарыңызға сол жақта жауап береміз. Жақсы, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Сіздермен болған психолог, психосоматолог, ментор, мак маманы Гүлзира Әлбайқызы және аздап өлең жазатын ақындық қабілеті бар 2 кітаптың авторы, Жан әлемі, өмір түйіндері деген кітаптың авторы. Осындай кітап, Жан әлемі деген кітап шығарған болатынмын, психологиялық, мотивациялық бағытта. Алам десеңіздер мархабат, қолжетімді. Бұны да WhatsApp-қа жазсаңыздар, мен почтамен салып жіберемін. Өлең оқып берейін ба ішінен, қалай қарайсыздар? Өлең оқы десеңіздер, бір өлең оқып берейін. Енді мен керемет ақын емеспін, сондай Мұқағали, Мақатаев сияқты ойда отырып алып айтып шығара беретін. Мен ойланып отырып жазатын ақынмын деп қояды дейді. Жаңағы ойларымды, клиенттен алған түйіндерімді, инсайттарымды жинап өлең қылып жазатыным бар, анда-санда. Сол осы кітапқа не істеген, осы кітапта жазылған Жан әлемі деген кітап. Қандай тақырыпта өлең оқығанды қалайсыздар? Оқиын ба, оқымайын ба? Жоқ айтсаңыздаршы, қолдап қойсаңыздаршы. Жоқ деп. Оқиын ба, оқымайын ба? Айтыңыздар, оқиын ба, оқымайын ба? Сіздерден мотивация қолдау керек маған. Деп от шоқ жіберсеңіздер, мен сіздерге оқып беремін. Егер оқымаңыз керек жоқ десеңіз, онда оқымаймын. Алмагүл ханым оқыңыз дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Сіздерге бір мотивация болатын бір өлеңді оқып бергім келіп тұр. Мотивация болатын. Сол сіздерге үмітпен қара деген өлеңді оқып берейін, сіздерге кішкене мотивация болсын. Үмітпен қара. Өмір сүру қандай ғажап шіркін. Өмірге келдің, қуанып жүргін бүгін. Әр сәттен ләззат алып бүгін. Осы шақпен, осы сәтпен өмір сүргін. Үмітсіз шайтан дейді қазақ. Үмітіңді үзбегің сен бірақ. Әр нәрсе өз орнымен екен. Асықпа, армандар орындалады. Мақсат қоя білсең сен алдыңа. Әрекет етер ашылар жолыңда. Сен дайын болған кезде бәріне. Айқара жолың ашылады өзіңде. Шаршама. Үмітіңді үзбе, өзіңе сен де. Алға ұмтыл, жақсы болады бәрі сенде. Осындай өлең. Кейбіреулер өмірден түңіліп келеді ғой консультацияға, терапияға. Сол кезде осындай өлең жазып, мотивация беріп жүрген кезім ғой, мына осы жазып. Рахмет, керемет деп жатыр, Алла разы болсын. Осындай жылы сөздеріңізді естісем, оқысам, қуанып қалам. Алла разы болсын. Сізге ұнағанына өте қуаныштымын. Осындай мотивациялық өлеңдер көп. Бұның ішінде
өзін жоғалтқан адамдар, өзін бағаламай жүрген адамдар, Аллахқа Алламен байланыс дұрыс емес болса, ол туралы мына жерде бәрі сынақ деп айтып жатырмыз ғой. Сынақ туралы өлең бар, мына жерде барлық өлең бар. Алла туралы өлең бар, намаз туралы өлең бар. Садақа, барлық темаларға, тақырыптарға өстіп қысқа өлең жазған осы кітаптың ішінде. Мына жерде соңғы өлең 147 бетпен аяқталған. 149 бетпен аяқталған. Міне. Осы өлеңдердің бәрін 1 жыл бойы жаздым осыны. Бұл да еңбек, үлкен еңбек, қыздар. Еңбек, бәрі біліммен келген. Сондықтан рахмет, Мадина Алмагүл ханым, сіздерге ерекше алғыс айтам. Лайкты аямай қойып жатсыздар. Алла нұр жаусын, өздеріңізге мол ризық болып қайтсын. Амин. Жақсы жандарым сол. Рахмет, келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар. Эфир сақтала ма екен, көрейін қазір. Завершить.